құтты күн. Мен бүгін балықтан тефтели жасамақшымын. Оған қажет заттар: сарымсақ, қойдың іш майы, пияз және осы фарш дайындау үшін балықты осай дайындап, жон етін алып дайындап қойдым. Енді осы жон етін қазір мына жерде тұрған ет тартқыштан өткізіп аламын. Қалғанын дайындау барысында сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші машинкаға балығымызды саламыз, және бұл балықты 2 рет тартып өткізіп аламыз. Себебі менде ет тартып. Мінекей тефтелиімізді дөңгелектеп осылай дайындап алдық. Енді тефтелиімізді пісіретін боламыз. Біздің тефтелілеріміз дайын тұр. Мінекей майымыз қызды. Бұған енді пиязымызды салып қуыратын боламыз. Қуырамыз, қуырден тәтті бұрышымызды саламыз. Негізі сәбіз қосуға болады, қуырып атқан кезде. Мен мына жерде тәтті бұрышпен жуа қуыруды жөн көріп, екеуін қуырып жатырмын. Қайнады, енді осыған жаңа дайындап қойған тефтелілерімізді салатын боламыз. Барлығын өйстіп тізіп салып шығамыз. Бұл суымызға тұзын салдым. Тұзы бар. Қазір барлығын салып болған соң қатты бір қайнатамыз да баяу отқа астын басып қоямыз. Астын басып қойып қоямыз. Міне тефтелиіміздің барлығын салып қойдық. Ақырын қайнап жатыр. Қазір қатты қайнағаннан кейін астын басып баяу отқа қойып қайнатып, жарты сағатқа қайнатып аламыз. 30 минут қайнатсаңыздар болады. 25 минут өткен кезде 1-2 тал лавровый лист салып жүреміз. 5 минуттан кейін дайын болады. Сонда жарты сағат 25 минуттан саласыздар лавровый листті. Мінекей біздің тефтелиіміз дайын. Керемет дәмді. Бұл тефтелиді құр өзінде болмаса гарнирмен де ұсынуларыңызға болады. Ас болсын.